келген. Шымкент аймағының тарихи мәдени ескерткіштері, Әбділәзиз Баба кесенесі, Ибрагим Ата кесенесі, ежелгі қалалар, Сайрамсу өзені, Шымкент қаласының 10 км қашықтықта орналасқан Сайрам Исхиджар қаласы. Табиғи объектілер, Қаратаудың оңтүстік-батыс баурайындағы Бәйдібек ауданы, Ақбасты ауылының солтүстігіне қарай 15 км қашықтықта орналасқан Ақмешіт үңгірі. Қорытынды мен картаны көрсетіп айтыңыз. Бұл сауалнама 109-15. Кіші жобаның қорытындысын айтатын болса, өңірге келетін туристердің ең бірінші әсері бұл қаланың тазалығы, содан соң қонақжайлылығы. Туристер саяхатшы облысқа келгеннен ең әуелі Шымкент қаласына түседі. Себебі оңтүстік туризм Шымкент қаласынан басталады. Сол себепті тұрғындар қаланың тазалығына жауапкершілікпен қарауға шақырамын. Қалада туризм дамытуға қатысты ой-пікірлермен бөлісіп, ұсыныстар, ескертулер, насихаттар немесе әлеуметтік желілерді тарататын болса, нұр үстіне нұр жауатын еді. Енді ұсыныс туралы айтатын болса, қалаға туристерді тарту үшін ең әуелі біз этномәдениетімізді күшейтуіміз қажет. Қала шетінен этноауыл құрып, сырттан келгенде тек қана біздің зергерлік бұйымдарымызды ғана сатып ала қоймай, жұмыспен ғана келіп қоймай, киіз басу түрлі технологияларды өз көздерімен көретін еді. Сонда Шымкентте шетелдік логистикалық немесе бизнес қызмет үшін ғана немесе этномәдениетімізді тамашалау үшін келетін еді. Сонымен қатар Шымкент қаласының туристік бағыттарының қатарында Сайрам қалашығы да қоса, бұл аймақты көне тарихи ескерткіштерін, кесенелеріне туристерге көрсетіп, қаланың тарихы туралы мағлұматтар беру керек деп ойлаймын. Рахмет. Бәрі маршруттарын бәріміз бар. Қанша пайда көретіндерін айтты. Қанша алып істегендерін айтты. Рахмет. Келесі оқышы. Здравствуйте, уважаемый жюри. Я Сайтматова Чарас, ученица 8 А класса, общеобразовательной средней школы номер 150 имени Крамата Хусанова. Тема моей научной работы это сравнивать фразеологизмы на русском, казахском и узбекском языках. Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов. Во фразеологизмах нельзя менять слова местами. Их нужно выучить и правильно использовать в речи. Фразеологизм делает нашу речь более красочной, яркой, интересной. Я думаю, что еще никто не сравнивал фразеологизм русского языка с казахским и узбекским языками. Можно ли переводить фразеологизм с одного языка на другой? И я нашла ответ. Да, можно. Например, затекать рот. Ты шамон. Облажапаешь. Зуб на зуб не попадает. Тест не тимит. Чет-чет имай. Делать из мухи слон, чтобы он надо жасал. Пощадан пилесешь. Играть с огнем. Будь пенуном. Оловлю ойнашман. На 7 небе. Жетен час панда. Етен час монда. Как 2 капли воды. Екі тамшы судай. Сидеть сложа руки. Пол пустыр бұлдыру. Қол қауыштыр бұлдырыш. Готов сквозь землю провалиться. Жерге күлге дайын тұр. Бет энергия күркудай болды. Волосы дыбом стали. Төбе шашы тік тұрды. Тепасы тік болды. Между небом и землей. Жер мен аспан арасында. Жер мен аспан арасында. Оказывается, некоторые фразеологизмы можно дословно переводить на русском языках и с казахским и узбекским языками. Фразеологизмы легко запоминать, и некоторые из них можно изобразить графически. У меня есть приложение составить сборник фразеологизмов на 3 языках – русский, казахский и узбекский. Это поможет многим людям лучше узнать русский язык, его красочность, метафоричность, экспрессивность. Особенно это нужно нам, учащимся узбекских и казахских школ. На сегодняшний день в русском языке появились ответы, которые состоят из фразеологизмов. Фразеология – это одна из самых ярких и действенных средств языка. Не случайно ее образно называют
жемчужная речь, метафоричность, эмоциональность, оценчивость, экспрессивность – это все эти фразеологические единицы придают нашу речь образность и выразительность. Спасибо. Почему ты выбрала именно эту тему? Чем тебя заинтересовала тема? Я интересуюсь русским языком. Сначала их нужно выучить и привести жизнь. Все, молодец, удачи тебе. Да. Спасибо всем.